әрбір компанияны алғанда неге біз қатты мән береміз халал харамдығына? Себебі сіз сол бір кәсіптің бір үлесіне не істейсіз? Үлескер боласыз ғой. Сол жерден табыс аласыз ғой. Мысалы Netflix компаниясы да, былай қарасаңыз, медиа саласында жүрген компания, қатты бір адамдарға зияны жоқ, бір пайдалы дүние сияқты көрінгенімен, ол компанияны ашып түмін ашатын болсаңыз өте қорқынышты да. Олардың бір көрсетіп жатқан дүниелері, қай бағыт насихаттап жатқандығы, олардың бір қоғамға келтіріп жатқан зияндығы, ол сіз Netflixті алдыңыз деген сөз, сіз не істедіңіз? Соған себепкер болдыңыз. Себепкер болдыңыз. Ондықтан ол бір мұсылман ғана емес, бір әрбір адамға халал харамды ажырата алу, акцияларды дұрыс таңдау, терең ашып қарай алу өте бір құнды. Ол мақұл өзі сол табысты нәпсісіне ұнап алып жеп жатқан шығар, бірақ балалар үшін, балаларын тамақтандырып жатыр. Ертең балам неге жұрттың баласы сияқты болмады, неге менің балам оңбаған, неге ол тура жолда емес, неге ол ішіп кетті, неге шегіп кетті, ол неге менің ойлағанымдай бала болмады деп өкінбес үшін, ол баланың несін осы бастан табысын, тамағын сіз алып келіп жатқан. Бірақ сіз Форекспен, CFD-мен ақша тауып жүрген болсаңыз, жалпы харам табыс тапқан болсаңыз, сіз қанша жерден халал тамақ таңдағаныңызбен ешқандай пайда жоқ.